Қазақ эстрадасының жұлдызы Мадина Садуақасова желіде тағы әсерлі жазба жариялап, жанкүйерлерін ойландырып қойды. Өнер иесі түрлі өзгерістерге бел буып, шетелде демалып келсе де, бір нәрсеге көңілі толмай жүргенін айтты. Мадина Садуақасова желіде қызу тықылаған жазбасын Instagram парақшасында бөліскен. Онда әнші қысқа уақыт аралығында жасап үлгерген істерін тізіп шықты. Белгілі болғандай, эстрада жұлдызы шетел асып демалып, көлік ауыстырып, стиліне күрделі өзгеріс енгізген. Алайда, ол не істесе де, ішкі жан дүниесін бәрібір бір ой мазалап тұрғанын жасырмады. Шекара асып Египетке барып, Қызыл теңіздің су астындағы әлемін көрдім. Көлігімді ауыстырдым, шашымды қиып, басқа түске бояп тастадым. Фотосессиялар жасадым. Туған жеріме Қызылордама да барып қайттым. Бірақ сонда да бір түрлі. Ішкі жан дүнием толыңқырамай, бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Өзім түсінбей жатырмын, деп жазды Мадина Садуақасова.